Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана қалыптастыру жолдары көп. Кез келген уақытта қоғамда және мемлекетке сыбайлас жемқорлық әрекеттері және ол әрекеттермен күрес болады. Қазіргі қазақ қоғамының өзекті тақырыптарының бірі сыбайлас жемқорлықпенен күрес. Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы алғашқы заң 1998 жылы шықты. Заң аясында сыбайлас жемқорлықтың салдарымен емес, себебімен күресті күшейту керек. Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске жалпы мемлекеттік мәртебе берілген. Сыбайлас жемқорлықты жою және оның көріністерін болдырмау үшін қоғамдық және саяси күштермен бірлесіп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы ауқымды науқан жүргізіледі. Қазіргі таңда Қазақстанда сыбайлас жемқорлықпен күресетін арнайы мемлекеттік орган бар. Ол Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет агенттігі деп аталады. Пара беру бас бостандығыңнан ғана емес, болашағыңнан да айырады.